Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгінгі эфирімді тағы да Сирияға арнағым келеді. Сириямен және де Қазақстан жайлы. Қазақстанға қандай қатысы бар дейді ғой мысалға. Онда көп ұқсастық бар мысалға. О жақтан да алатын, үйренетін нәрселер баршылық. Және де Сирияда Сирияның оңтүстігінде Израильмен шекаралас жерде Қазақстан жасақтары бар. Голан биігінде. Ол жерде Голан биігі Кунейтра деген не бар? Қазіргі біздің сөзбен айтқанда облыс сияқты аймақ. Кунейтраның аймағында босқындар лагері бар, палестиналықтардың. Сол босқындар лагеріне осы Қазақстан жасақтарын орнатқан. Оны әскери жасақ дейді, шындап келсе ол Қазақстан қарулы күштеріне үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Ол жерде ол әскери жасақты кәдімгі патрульдік полиция ретінде апарған. Ол жаңағы палестиналық босқындарды бақылайтын патрульдік полиция, былайша айтқанда жандармдық рөл атқаратын жасақтар. Оған мысалға Біріккен ұлттар ұйымының мандатымен жібердік дейді. Әрине ол, бірақ ол мысалға көптеген елдердің бәрі бас тартты. Мысалға Әзірбайжанда, Өзбекстанда, барлық ел, Тәжіктерде, көптеген елдердің бәрі бас тартты. Ол жерге әскери жасақ, жаңағыдай патрульдік полиция рөлін атқаратын. Ал енді біздің қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов пен Қасым-Жомарт Тоқаев сол жерге әскери жасақ жіберу жөнінде келісім жасап, осы былтырғы наурыздан бері сол жерде 139 Қазақстан әскери жасағы орналасқан. Сол Кунейтра аймағында босқындар лагерінде палестиналықтардың. Әзірге ол жерде тыныштық. Мен осыдан 11-10 ай бұрын осыны көтерген болатын, жібермесін деп, сол жіберу жөнінде парламент бекіткенді кейін қайтарсын деп. Бірақ ол жерде соғыс өрті болу қатері жоғарыны көтерген болатын, өзде солай болып шықты. Ал енді оны тез арада қайтару керек. Ертеңгі күні Башар Асад өкіметі құласа, ол жерде орнына келетін, қайсы келетін, мысалға оппозициялық күштердің жасақтарының бірі келеді әрине. Олар ертеңгі күні Израильға жерімізді қайтар деп тағы да талап қою әбден мүмкін. Заңды әуелі, ары берден кейін ол талап заңды болып. Себебі ол сол аймақты басып алуды Біріккен ұлттар ұйымының бірде-бір елі мойындаған жоқ болатын. Сонда, егер ол жерде қақтығыстар болса, ол жердегі палестиналық босқындар көтеріліс жасаса, сонда сол палестиналықтарға оқ ата ма? Мысалға, ол жерден кімнің жоғын жоқтайды? Сириялық арабтардың жоғын жоқтай ма? Палестиналықтардың жоғын жоқтай ма? Әлде Израильдің жоғын жоқтай ма? Ол біздің соғыс емес ол жердегі. Сол себепте ол жердегі сол әскери жасақты кейін қайтару керек. Сонымен бірге Эфиопия, Суданға жіберген 300-ге жуық жасақтарды Судан екіге бөлініп кетті. Оңтүстік, солтүстігінде арабтар тұрады. Арабтың көшпенді бәдеуилері, бедуин дейтіндері. Оңтүстігінде қара нәсілді африкалықтар. Олардың арасында соғыс жүргеніне 20 жылдан асып кетті. Ол жерде тағы да соғыс қимылдар қайта басталып кетсе, тағы ол кімді не қылады мысалға? Ол
ол жердегі де әскер бәрі қайтарылу керек. Ол жерде қазақ сарбаздарының қаны төгілмеу керек. Біреудің соғысы ол, біздің соғысы емес ол. Осы жөнінде де айтылады. Ал енді Сириядағы, мысалға, Сирияда 11 жылы азамат соғысы басталды. Мына Башар Асадтың режиміне қарсы ол жерде алавиттер, оның әкесі, ол бір 40-50 жыл билеген шығар, сол кімнің Хафиз Асад, одан кейін 2000 жылдан бері Хафиз Асад өлгеннен кейін баласы билеп отыр Сирияны. Алавиттер 12%-ның ар жақ бер жағында. Ол жайлы айтқам, олар не мұсылманға жата ма, жатпай ма, әлі шешілген жоқ. Шейттерге жатады деп, неге Иранның шейттері мойындаған болды, өздерінше ол шейт бағытындағы деп, ол стратегиялық олардың одақтасы, Ресейдің одақтасы. Мына Сирия арқылы, мына Сауд Арабиясы мұнай құбырын жүргізбек болған, алдында жоспары болған. Сауд Арабиясынан Иордания, Сирия, Түркия и Европаға дейін кәдімгі мұнай құбырын. Ал Катар дүние жүзіндегі ең газ өндірісіне алдыңғы қатар елдің бірі, үштікке кіреді. Катардың газы Сауд Арабиясы, жаңағы Иордания, Сирия, Түркия, Европаға тартылмақ болған. Ал егер сол мұнай мен газ солай тартылған болса, онда Ресейдің газында, мұнайы да Европаға қажет болмас еді. Міне негізгі Ресейдің мүддесі осында жатыр. Башар Асад өзінің территориясынан мұнай құбырына да, газ құбырына да қарсы болды. Сол себепте мына Ресей Путиннің билігі оны қызғыштай қорғап жүргені сондықтан. Ал бұл жолы мына Украин соғысына әбден белшесінен батқан, енді ондай бұрынғы 15-17 мына 2000 жылға дейін, 2020 жылға дейін көрсеткен көмегін бұрынғыдай көрсете алмайды. Қазір Вагнер жасағы бірлі жарым қалғандар, оларда қашып кетті. Мысалға Алепподан да, басқа қалаларынан да қашып кетіп жатыр. Келетіндері бәрі Дамасқа бекініп жатыр. Одан кейін әскери базасы бар, Жерорта теңізінде, соған қашып жатыр. Оларды тоқтату үшін кәдімгідей кем дегенде дивизия, немесе 2 дивизия. Ондай бір дивизияның өзін ол жерге әкелуге мүмкіндік те жоқ. Түрік өкіметі Босфордан өткізбейді. Ондай әскери кемелерін де өткізбейді. Сол жерде орналасқан. Ұшақтары ғана Иран арқылы қашып шықпаса, басқаларын ол жерде әуелі тастап кетуі де мүмкін. Көптеген қару-жарақтары бәрі сол көтерілісшілердің қолына тиді. Мысалға, қару-жарақ, оқ-дәрілердің бәрі Ресейдің, жаңағы Вагнерінің, басқа өкіметтің әскерінің. Ең бастысы көңіл бөлетін нәрсе, мына бұл жолы көтерілісшілерге ол оппозициялық деп анық айтуға болады. Ол өз халқына соғыс ашқаннан кейін олар қаруланды ғой. Қарулы көтеріліс болды. Сирияның мүддесін ол кейінге шегеріп тастады. Ал жаңағы Сирия арқылы мұнай құбырда, газ құбырда өткенде ол Сирияның жағдайы, саудасы, саттығы да бәрі өркендейтін еді. Оның бәрін тәрк етті сол бір билік үшін. Міне осындай сатқын, опасыз тирандар, мысалға, солар, мысалға, Путиннің достары сондай, соларды қорғаштап жүр. Ал енді қазір ондай қорғаштауға мүмкіндігі жоқ. Бұл жолы енді осыдан
9 жыл 8 жыл бүкіл Ресей пропагандасы 2000-ға дейін мына көтерілісшілерді, оппозицияны террористер деп өтірік кадрлар немесе арандатушыларын жіберіп, арандатушы баскешерлерін соны видеоға түсіріп алып, оның бәрін сол оппозицияға жауып, тонаушыларды да, мысалға өртеушілерді де, мына қаңтардағыдай сондай өртегіш топтар, одан кейін тонаушы топтар, сондай бұл жолы бірде-бір өртенген жоқ, бірде-бір үй дүкендерде тоналған жоқ. Мына сондай ащы сабаққа үйренген Сирия оппозиция, Сирия осы қосындары, халықтан шыққан қосындар жол берген жоқ. Әуелі халыққа қайта көмек көрсетіліп жатыр. Азық түлік таратылып, қиналып жатқандарға. Одан кейін Сирияда әртүрлі діни ағымдар бар, христиандар бар. Одан кейін басқа да неше түрлі діни ағымдардың барлық түрі бар бұл жерде. Аз халықтар бар, мысалға армяндар бар, ассириялықтар дейма, тағы неше түрлі друздар бар, мысалға. Олардың еш қайсының бір тал шашы түспеген. Сондай бұйрық болған, қатаң бұйрық. Ешқандай бейбіт халыққа қиянат жасалмасын, көмек көрсетіңдер қайта. Оларды тонауға жол бермеңдер. Тонаушылар болса, оларды ұстаңдар, ары берден кейін жазалаңдар, немесе сондай қатаң бұйрық болған. Міне, бұл жолы Ресей пропагандасында, батыс пропагандаларда ондай жала жаба алмайды. Мысалға, бұлар террористер екен деп. Себебі сондай өтірік ақпараттар немесе арандатушылар арқылы ондай да оқиғалар болған, бас кескен кейбір кадрлар болған. Мысалға, ол әдейі қолдан жасалған сон арандатушылардың істері. Ал енді бұл жолы ондайға мүлдем жол берілген жоқ. Міне, осындай Сирияда Башар Асад өкіметі құласа, Путиннің абыройы онсыз да түсіп тұрған нөлге, о жерде де әбден абыройынан жұрдай болып отыр. Одан кейін бүкіл таяу шығыста абыройынан айырылып отыр, Африкада абыройынан айырылып отыр. Африкада кімнің, Пригожиннің бар кезіндегі талай мемлекеттік төңкеріс жасаған ЧВК Вагнерінің да ықпалы жоқ. Сириядағы базасынан айырылғаннан кейін о жерге жабдықтау несі де жоқ. Түріктер Қара теңіз арқылы өткізбейді. Ал қазір ары берден кейін Балтық арқылы да келу екіталай, мысалға. Осындай ауыр жағдайға Ресей түсіп отыр. Бұл Путин өкіметі, бұл фашистік диктатура ары берден кейін осындай жағдай. Енді қазіргі біздің билікте ол диктаторлық режим, ол да Путинге, Ресейдің диктатурасына арқа сүйейді. Қаңтардағыдай екінші қайтара арандатушылар, оған енді қазақ азаматтары, қазақ белсенділері жол бермейді ондайға. Өртеушілерге де, тонаушыларға да бірден оларды не ұстайды, в общем, амалын табады, оларға мүлдем жол жоқ болады. Жала жабуға, террористер деуге негіз болмайды. Бұл қазіргі Тоқаев режимі, ол да құлайды. Халық қазір мына неге көтерілмейді дейді. Халықта өзінің бір ыңғайлы уақытын тосып отыр. Ол бәрі бір құлайды. Мына оған түрткі болатында қазіргі Трамптың келуінің өзі де үлкен не болады. Бүкіл жүйе өзгереді. Тек қана біздегі емес жүйе, дүниежүзілік жүйе өзгереді.
Трамп ол трансұлттық корпорацияларға қарсы. Ұлттық мемлекетті көтеру оныкіде. Бізге де ұлттық мүдде, ұлттық мемлекетті бізде көтеруіміз керек. Осы елдегі коррупцияға тамырына балта шабылу керек. Ұрлық ақша бәрі елге қайту керек. Міне осы бәрі орындалады. Ол дәл қазір мен сәуегей емеспін, мысалға, ол осы айдың жаңа жылға дейін болады деп те айта алмаймын, жаңа жылдан кейін болады деп те. Ол мүмкін ерте ма, кеш пе бәрібір болады. Ол мүмкін осы айдың ішінде, мүмкін бір айдан кейін, мүмкін 3 айдан кейін, мүмкін 1 жылдан кейін болатын шығар. Бірақ ол бәрібір болады. Себебі Трамптың саясаты ол мұнай бағасын түсіреді. Ол қазіргі біздің бюджетте 70 па 75-пен есептеген, ол 50-ге, 50-ден 45-40-қа дейін түсіріп тастайды. Сонда күнделікті бюджет тапшылығы, онсыз да мына ұлттық қордан 6 триллион теңге сұраған, мысалға, ол кезде не істейді, мысалға? Нағалтымен ұлттық қорда ақша қалдырмайды ғой, мысалға. Бұл Тоқаевта бүкіл өкіметі, бүкіл жүйе кету керек. Бүкіл Назарбаевтың жүйе кету керек. Олардың 30 жылдағы ұрлаған, жырлаған ақшасының бәрін елге қайтару керек. Ол Қазақстан игілігіне жаратылу керек. Қазақстандағы энергетиканы көтеру керек. Бірінші кезекте, одан кейін индустриализацияны қолға алу керек. Біреулер бірден завод салуымыз, анау-мынау дейді. Завод салу үшін көп электроэнергия керек. Ол үшін электрификация жасау керек. Энергетиканы көтеру керек. Осының бәрі ұрлық ақшаның есебінен бүкіл Қазақстан экономикасын көтеруге болады. Мысалы, нөлден бәрін салуға. Энергетиканы да атомнан басқа, әрине. Одан кейін неден де бас тарту керек? Семей, Өскемен, Көкшетаудағы Ресей салатын көмір электростанциясын оны бірден үзу керек. Оны көмірден мүлден салуға болмайды. Қазіргі жел, күн, гидроэнергетикадан басқа тағы да басқа салалары бар. Қазір ешкім көтермей жүрген геотермалдық жер асты ыстық сулары бар, мысалға. Ода да Қазақстанда үлкен мүмкіндіктер бар. Геотермалдық энергетиканы Google'дан немесе YouTube'дан қарасаңдар, оның да болашағы үлкен. Қазақстанда бізде бұрғылау мамандары жеткілікті, оны да қолға алуға болады. Сол энергетиканы, содан кейін индустриализация, оның бәрін нөлден салуға болады. Сол ұрлық ақшаның есебінен осы қазіргі Тоқаев үкіметі ол кетеді, кетіру керек. Онсыз да ол, мысалға, менің шақыруыммен, немесе Мұхтардың шақыруымен, Серікжанның шақыруымен, мысалға, біздің пригласительный билетпен халық көтерілмейді, мысалға. Ол өзінің өз бір ыңғайы келеді өзі. Ол Серікжанның сөзін айтып отырмын. Кезінде Мұхтарға жауап берген, мысалға, Әблязовқа. Мұхтар Әблязовтың да, менің де, басқаның да шақыру билетін күтпейді халық деп, өзі бір күні көтеріледі деп. Сол енді солай болады да ол, мысалға. Біз тек қана дайын болу керек, арандатушыларға жол бермеу керек. Құдай соған тезірек жеткізсін, ең бастысы соған дайын болайық. Қош сау болыңыздар. Эфирде кездескенше, тағы айта кетерім, не қойыңыздар, лайктарыңызды қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, таратыңыздар. Одан кейін бір жағы ыңғайсыз болса да айтайын, мысалға, мен 3 айдан болды мен осы YouTube каналды қолға алғаныма. Соған қолдау көрсетіңіздер, жазылмағандар жазылыңыздар.
Егер материалдық көмек көрсетем деушілерге рахметімізді айтамыз. Енді менің телефоным Фейсбукта ашық, неде бар, қайталап айтса да болады. Сұрақтарыңыз болса ютубқа жазыңыздар. Ой, ютуб деппін ғой, ватсапқа 87-193-2507 Мейірхан деп шығады. Қош сау болыңыздар, эфирде кездескенше.